Сәлем, яблочный пирог с меренгой дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тестосын дайындаймыз. Жұмсақ сары майға қанттың ұнтағын салып миксермен араластырып аламыз. Сары уызды саламыз. Араластырамыз. Разрыхлителімізді саламыз. Араластырамыз. Жоғары сұрып ұнды салып, қамырды илейтін боламыз. Қатты күшпен илеудің қажеті жоқ, жай ғана ұн мен сары майды біріктіріп араластырсаңыз болғаны. Қамырдан аздап бөлігін алып қаламыз, яғни екіге бөлесіз. Азғантай бөлігін морозильникке салып қойыңыз, себебі үстін жапқанға керек болады. Қамыр қатып тұруы керек. Пирогтың салмасын дайындаймыз. Алманы үккіштен өткіземіз, немесе ұсақтап турасаңыз да болады. Сосын қантты саламыз. Лимонның соғын, яғни кәдімгі лимонды сығып, соғын аласыз. Жүгері крахмалы және ұн салып араластырасыз. Бұл начинканы пирогқа салар кезде дайындаңыз, себебі суы шығып кетуі мүмкін. Меренгісін дайындаймыз. Белокқа шым-шым тұз салып, миксермен шайқаймыз. Қантты бірден емес, бөліп салып, өз формасын мықты ұстайтын меренгі дайындап аласыз. Қант ұнтағын саламыз, яғни сахарная пудра. Жүгері крахмалын салып, меренганы басып алмай, астынан үстіне қарай силикон лопатканың көмегімен осылай араластырамыз. Миксермен араластырмайсыз. Миндальный слайсы қосамыз, себебі арасында өте ерекше дәм беріп отырады. Жиырмада 30 формаға қамырды осылай біртегіс етіп жайып аламыз. Қамыр өте жұмсақ, еш қиындықсыз жайылып шығады. Салманы саламыз, біртегіс етіп жайып алыңыз. Және дайын болған меренгіні үстіне жайып шығыңыз. Оның үстіне мұздап қатып тұрған тестоны күштен өткізіп, осылай жабамыз. Пешіңізді қыздырып қойыңыз. Менің смек пешімде 150 градуста 35 минутта пісті.